Біздің үйдегі ішіп жүрген майларымыз мынау зығыр майы, масло льняное, не рафинированное. Көрдіңіз ба? Одан кейін екіншісі мысалға мынау зәйтүн майы, оливковое масло не рафинированное. Бұны біз таңертең бірінші ас қасықпен ішеміз. Кешке таман тамақтың алдында бір қасық ішеміз. Немесе жаңағы салаттарға құямыз, соустар жасауға қолданамыз. Бұларды біз сол үшін қолданамыз. Таңертең ішетін себебіміз ең бастысы бұны біз өтті жүргізу үшін ішеміз. Яғни майды май тартады. Өт майлылау болады, сондықтан біз өтті бері қарай тарту үшін, яғни майды бірінші бір ас қасықты ішіп жіберсеңіз, сол кезде өтіңіз тамады. Артынан кішкене біраз кідіріп, 10-15 минуттан кейін жаңағы ыстық су ішеміз. Ыстық су ол да стимулирует, желчный отток деп айтамыз. Осы екеуі бірінші азанда кету керек. Яғни пайдасы бұл біздің сушамыздың өзінің сыртқы қабығының барлығы осы майлардан тұрады. Яғни сіздің мынау қалыптасып жатқан, күнде қалыптасып жатқан жасушаларға бізге сыртына май керек. Яғни жақсы майлар керек. Осы майлардан тұрады. Бұдан басқа тағы да омега 3 дегенді білесіздер, омега 3-ті де ішуге болады. Ол ең керемет майлардың бірі. Яғни мына бізде енді экономный вариант қой, омега 3-ті де ішеміз негізінде, бұны да ішеміз. Біз мынау кәдімгі сары май, жануарлардың майлары бар, құйрық май, немесе қазының майларынан басқа осы майларды да қосып отыруымыз керек. Біреулер іше алмайды. Яғни олардың өті толып қалған деген сөз. Өтін тазалап аламыз оны, алдында дюбаж жасау, қалай жасау керек екен, оның бәрін келешекте айтамын. Яғни өтіңіз тазалап барып ішсеңіз, онда сіздің жүрегіңіз айнымайды, өтіңіз тамады, майды май тартады. Мынау біз өтті айдау үшін қолданамыз. Кабачковый оладушки, басқа оладушкиларды, бір нәрселерді қуыратын болсақ, бауырсақ қуыратын болсақ, біздің үйде мынандай май бар. Бұл полурафинированный, яғни жартысы рафинатталған, жартысы рафинатталмаған зәйтүн майы. Осыны қолданамыз. Экономный вариант? Бұл экономный варианты, яғни қуыруға болады рафинированный майлармен. Жалпы майлар туралы осы, мен үйдегіні көрсетіп отырмын енді, масло черного тмина деп жатады, кунжутное масло дегендер бар, тыквенное масло, асқабақтың майлары, олардың бәрі пайдалы. Просто арасында ауыстырып отырамыз. Мен мысалға бүгін зығыр майын алсақ, бұл таусылғаннан кейін басқа майды аламыз. Осылай майларды ауыстырып отырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.